Аз бе, көп бе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын-іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атаймын, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атанбастығын, жеңіл атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы кеселді, осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесем екен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрнешік не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгілі әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтан іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі, өз елінің ішінде мақтанарлық мақтанды іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі, өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтас екен дейді. Елімме мақталсам екен деген, ағайыным мақтас екен дейді. Ағайынның ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді.